қалбаңдап сол жалаңаштарына барады екенбіз да, қайнаталардың тойына. Давай мынау роднойлардың көзінше ұрыспай, аман есен Шымкентке жетіп алайық, а? Шымкентке? Айдоқа, мен өзім кайфовать етіп тұрған жоқпын. Анау шал ғой, қартайғанда қылық шығарып. Айдоқа, родной! Айдос, спортсмен жігіт, Қазақстанда алған, КМС. КМС деп қой, КМС. Потому что тупой, да он тупой. Кірілдер. Көшешем. Жаңа уағыз айтып отырсың ғой. Менің ең сүйікті бөлешкам Аида, таныспаңдар. Қойдаршы болды! Сіздің құрметіңізге баламның атын Дәулет деп қоямыз. Рахмет, бірақ сізде қыз ғой. Бәрібір Дәулет деп қоя беремін. Қайда бара жатсың? Айдағам осындамын. Сапар, менің 4-ші күйеу балам. Хотя бы көк шай беруге болады ғой, давлениең көтермей мен дырайын. Қонақтар кетсін, сосын ішесің. Жылан дейін десем, жыландар ренжиді. Ой, сендер осы штрафной деп қатты қинайсыңдар бар ғой. Азырек. Құдайға бар ғой, сендер Шымкентскийді неге ондайсыңдар? Мен түсінбеймін сендер. Родноевка бірінші ақпаннан бастап барлық кинотеатрларда. Ахметов. Вы меня слышите, Ахметов? Ну, я вам еще раз говорю. Ну, не можете вы здесь развестись. Езжайте туда, где вы зарегистрировались. Таковы правила. Почему я должен ехать 400 километров в Жаркент, чтобы просто развестись? 21 век на дворе. Можно же было хотя бы онлайн сделать. База не работает. Ну, сбой какой-то. Через неделю, говорят, будет. Ну, можете подождать. А вообще развод – это не так легко, как вам кажется. Побегать придется, дорогой. Почему вы такая злая? Или в вашей жизни что-то не так пошло? А у вас? А вы не лезьте в чужую семью. Это не ваше дело. Занимайтесь своей работой, хорошо? Правильно, что разводишься, деточка. Кел бер, қара. Айттым ғой саған запаска жоқ деп. Сен асықтырмағанда, жаңағы ямаға түспей, уже бетонкада кетіп бара жататын едік. Тағы да мен кінәлі болдым ба? Мен сені кінәлап тұрмын ба не? Не айтып тұрсың? Машинаң жұмыс жасамасы, таксимен кете берейікші. Машинам тұрғанда мен не үшін таксимен баруым керек? Шақыр такси. Ашта бермеші, бір сөзін 2 рет қайталай береді екенсің сенде. Қалайсың, сосед? Жаным, қалайсыңдар? Жақсы. Я көріш көрінбей кеттің ғой. Бірақ бой кішкентайлар и так та көрінбейді ғой. Не бұл? Двордың собраниясында көрініп тұратын немдер, тыныштық па? Қарасаң жатырмыз. Красавчик, родной. Қатын қалай көндірді? Ей, жаным-ау, не болды? Ойлаймын, ортада бала бар ғой, баланы аямайсыңдар ма? Катя, оларда бала жоқ. Бала жоқ? Онда жақсы болыпты ғой. Не, жақсы болыпты дегенде, не ғой? Ажырасып атқандардың жаман, конечно, но ортада баланың жоқтығы жақсы да. Не ғой? Баланың жоқтығы жаман, но ажырасып жатқандардың жақсы. Так, сонда мен түсінбедім. Несі жақсы, несі жаман болды? Онда біз жүре берейік, аман есен ажырасып алыңдар.
жіберсең. Хабарласамыз, Тося. Айттым ғой мен саған бұлар ажырасады деп. Бәленің бәрі анау қорықтардан шығады. Түр айтып тұр, изменять еткен анау. Ой, ана сен қортыққа кім қарайды айналайын? Кинал, мен Человек-паукпын. Ой, Альберт Сапарович, аған теуге болмайды ғой. Родной, айып етпе енді. Жақында сүндетке отырғызғанбыз енді, кішкене еркелеп жатқан ғой. Дөңгелекке не болған? Көрмей тұрсың ба не? По пути болса бізбен бірге жүрсеңдерші. Біз Жаркент жаққа бара жатырмыз. Сендер қайда бара жатсыңдар? Біз де негізі Жаркентке бара жатқан едік. Ой, ажырасып жатырмыз дейді да. Еще қыдырып үлгерейін деп жатыр да бұлар. Біздің ЗАГС Жаркентте, регистрация сол жақта. Родной, сразу солай айтпайсың ба? Ой, жүріңдер бізбен как раз, жол серік боласыңдар. Иә. Кішкене өсектесеміз, көршілерді өсектейміз дегендей. Катя өлең айтып береді, мен би билеп берем. Жіберем ғой. Просто бензинге бір 10 мың теңге өсіңдер. Ей, ұялмайсың ба? 10 мың теңге деген нес? 30 мың деп айтсай? Не автобуспен барайын деп отырған жоқпыз ғой? Жоқ, рахмет, өзіміз барамыз. Айдос, келсейікші, такси алмай жатыр. Тезірек істі бітірейікші. А чё, мен қарсымын ба не? Хотя бы өмірінде бір рет болсын, я десем болады ғой. Айдосик, шефтің орны ғой. Ой, қорқпа. Альберт Сапарович қош шаптырып атқан. Енді сүндетке недавно отырып түсінесің ғой? Или түсінбейсің ба? Сүндетке отырғансың ба өзі? Шортиң ки ұят болады. Көріндік сұрап жатыр, бер. Айтпесе кимейді. Көрші қалайсың? Қалайсың? Артын қарап жүрші, демейін ба? Смело айдай бір. Айтпақшы есін ба? Ахметовтер ажырасып жатыр ғой. Қош. Ау, 3-ші квартирадағы ма? Бір жағынан өздері де итак бір түрлі семейнеді ғой, қалайсың Айдос? Қазір өзім аппаратыма ажырастыруға. Сәттілік. Давай. Ой, бұл Ахметовтар ажырасып жатыр дей ма? Я, Жұлдыз тәте. Квартира кімге қалады екен? Оны әлі білмедім. Білгеннен кейін анау WhatsApp-тағы общий чатқа жаз жерем. Ой, бұл. Шынымен де квартираларын кімге қалады? Айдаш тез уақыт өтіп жатыр. Сен уақытқа переживать етпе. Көз ашып жұмғанша Жаркентте боламыз. Тез, дөңгелектің давлениесін тексер салайшы. Машинаң бензин жейді, қатының миың жейді. Қазір родной мен жұмаға келіп шығайын, бүгін четверг екен, айтпайсың ба, родной, бол тез отыр кеткі уақыт жоқ. Олвис деппін ғой. Лавис, жвашка, сағыз, помидор. WhatsApp-қа жазсашы, қиналмай. Ой, қатырмайсың ғой сен. Жүрші барып келейік бірге. Кеттік онда. Жүрсі енді. Жүр несі тұрсын, кетті, давай, жүр. Алюшка, қарайдыршы балаға, қазір мен келем. Жарайды. Ой, қатырмайды ғой бұл. Қайдан ғана келсіз ма? Қаладан шығамай жүргенімізге 2 сағат болды ғой. Бәрі сенің кесірің. Уже осы уақытта бетонкада кетіп бара жататын едік. Екеуміз бірге барғанша осы жақсы емес па? Жақтырмай тұрсаң айтпайсың ба? Ертең автобуспен шықсақ та сендерден бірінші жетіп алатын сияқтымын ғой. Нормально өмір салмағанымыз аздай. Дұрыстап ажыраса да алмаймыз. Қыз кезінде бәрі жақсы деген. Бала қайда? Қандай бала? Альберт Сапарович қайда? Альберт Сапарович! Аға, бесіл жастар баланы көрген жоқсыз ба? Қолында қызыл маскасы бар. Сәлем Сапай, кішкентай бала көрген жоқсыз ба? Маскасы бар. Жастар, кішкентай баланы көрген жоқсыздар ма? Қолында қызыл маскасы бар. Кішкентай баланы көрген жоқсыз ба? Қолында қызыл маскасы бар. Ратса қайталасты, 5-6 жастар бала жоғалып қалды. Қолында қызыл маскасы бар. Айтасыз ба? Да, все офшорные счета переведем через Кипр. И что все финансовые документы на утро были у меня на столе. Ага. Татьяна, на свой вес, слышишь? Ага, да.
Таппадың ба? Жоқ. Полицияға звондап тез. Алмай жатыр. Сапар, мен Тосик, сен менің балапанымды, құлынымды, өмірімнің мәнін жоғалтып алдың ба? Сапар, сабыр сақташ, өтініш, сабыр сақташ. Родной, біз жай ғана баламызға қарай тұрыңдаршы деп қалдырып кеттік. Не свое, не жалко, да? Жоқ, біз көңіліміз басқа жаққа алып кетті, Сапар. Менің балам, менің Альберт Сапаровичім қайда? Катя, біз бір секундқа ғана отвлекаться етіп қалдық. Айдос, өзіңнің балаң жоқ, мен де баласыз қалдырайын дедің ба, а? Біз бұрыла қалып едік, жоқ болып кетті. Сапар, біз байқамай қалдық деп тұрмын ғой енді. Полицияға айттық, полицияға хабарластық. Иә. Олар міндетті түрде табады. Иә. Біз барлық жерді қарадық, бірақ өкінішке орай әзірге таппадық. Точно барлық жерді қарадыңдар ма? Иә, жақсылап Иә, қарадық. қарадық, бәр жерді қарадық. Катя. Катя, енді Сапарчик, Тосик. Ара, ананы көрдің ба? Бұл суретке наурызда түскенбіз. Суреттен бақытты, үлгілі отбасы. Сол отбасы бақытын бұзды. Айдос! Енді мен де ажырасуым керек па? Жамандық шақырмаш, Сапар. Араласпашы, Ария. Менің балапаным, пішін аям. Сабыр, Катюша. Ешкімге оңай отқан жоқ. Жаратқан береді екен, жаратқан алады. Перебор болып кетті. Давайте мәшеге отырайық. Аха, кеттік жүріңдер. Полицияға бармаймыз ба не? Енді жаяу барамыз ба не? Мәшемен барайық, отырыңдар, давай кеттік. Отырыңдаршы. Самса жейсіңдер ба? Жаным, салфетка беріп жіберші. Прак, розыгрыш. Түрлерін көрсем ғой. Бұл постоянно осылай тығылып қалады ғой. Біз бір рет іздеттік та қойғанбыз, кейін үйреніп қалғанбыз біз. Сборщик, отыр. Ренжімеңдерші. Қалжың ғой, сендердің көңілдерің үшін қосын бәрі. Адам осылай көңіл көтере ма, а? Бұл не саған ойын ба? Родной, сабыр сақташ. Осы тоқташ, сен неге мен родной дей бересің, а? Мен саған родной емеспін, түсінесің ба? Не біз ағайындымыз ба? Или бірге служить еттік ба? Или сен хотя бы қоңыратсың ба? Қой, сен қоңыратсың ба не? Шымкенттенсің ба? Катя, сен жоман ғой. Ойла, мына қоңырат екен маған вообще айтпаған ба сонда? Сонда сендер Шымкенттің қай жеріненсіңдер? Қош, Родной, отыршы. Мен саған по факту бәрін түсіндіріп берейін. Сендер баланы жоғалттыңдар ма? Жоғалттыңдар. Соны айтам. Біз қатты стрессовать еттік па? Стрессовать еттік, переживать еттік, қаншама нервіміз кетті. Түсінсеңдерші өздерің, біздің жалғыз баламыз ол. Жалғыз қанатымыз, тұяғымыз. База жоқ, біз екіншісін жасап аламыз. Смело. Бірақ оның бәрі уақытта. Енді, тем более басқа бір бөтен адам жоғалтып атса, қатты жүрегің ауырып қалады екен. Өзін жоғалтсаң жарайды ғой енді. Иә. Алюша, сен де айтып қойшы. Сендерден де кінә бар ғой. Соны айтам, сонша ашулан. Сонымен? Енді сонымен сендер стрессовать еттіңдер, біз де стрессовать еттік. Енді бір дегендей. Короче, бұдан кейін ешқайда тоқтамаймыз. Түсіндің ба? Смело, родной. Бисмилла. Сапарымыз оңды болсын. Отбасыларымыздың ауызбіршілігі ешқайда кетпесін. Отбасыларымыз ешқашан ажыраспасын. Әумин. Родной, место. Не бұл? Альберт Сапарович 70 тосып қойшы. Айдаш тез. Айдаш. Жанға қарай кет, жанға қарай кет. Таптаның ол аяғы жиналыс, болмайды сол баяғы күн емес. Қыдырып біз байлап жүреміз.
пирожки жейсіңдер ма? Наға? Онда барып алып алыңдар, біз кете тұрамыз. Терезеңнен соққан самал кетеді-ай, ғашық отым мені өртеді. Өз-өзіңді қинап айтпай ақ қой, неше құсақ ақыр. Даусында жоқ қой. Тыңдайықшы, нормальный өлең. Басқа өлең жоқ болса, не істеймін енді мен? Қос өз өлеңінен. Алёш, телефоныңды берші, мына құлағымыздан қанақ қызды ғой. Берші. Мен телефонымда музыка жоқ. Айдос! Айдос! Родной, берші телефоныңды. Музыка тыңдайық. Не бар сенде? Не ауықсың шыны ұрған? Сейфуллин жолбарыстың өлеңдерін тыңдаймыз дейсің ғой, а? Ойбай, мамасы звондап жатыр ғой мынаны. Алло, мамаша, қалайсыздар? Мен ғой Сапар. Айдостың досы, көршісі, родное. Иә. Келініңіз екеуі артта отыр. Жаркетке апарып жатырмын. Мамаша, үлкен бастарыңызбен айтпайсыздар ма ақылдарыңызды, ажыраспаңдар деп. Мынау екеуі ажырасып... Жынсың ба сені? Не болды? Родной! Сендер не үйдегілерге айтпағансыздар ма не? Өлі, мына екеуі сонда әлі айтпаған ба ажырасқандарын? Қуады екесіңдер ғой сендер, иә? Родной, ата-аналарың білсе, сендер ажыраспайтын едіңдер. Оларға білу керек. Уже білет сенің арқаңда. Енді Айдос сендердікі дұрыс болып тұрған жоқ қой бұл жерде. Олар реально білсе, бәрі басқаша болар еді. Сапар, сен егер ұқсас біреудің телефонын аласың, а? Асан не бапты? Сендерге жаман Родной, сен біреудің телефонын. Сен неге шашын тарай бересің? Стресс болғанда тарайым. Ал қазір реально стрессовый ситуация. Тексеріп көрші тірі ме екен? Жындысың ба? Не істедің сен? Мен емесе қаққан. Біреу қақып кеткен ғой. Мен вовремя тоқтадым. Кеттік болды. Тоқта! Тұр орныңа. Аварийный ситуация қылмай шетке алып қояқшы. Алюш, сен капец простойсың ғой. Шелекті жылжыт дегенде айттың ғой. Бұл минимум жарты тонна. Төртеуміз точно көтере алмаймыз. Қажымұқан кеп көмектеспесе. Олай қарамаңдар, Мам. Мен бәрін түсіндірем. Что там көмектесуге жылан жоқ па? Айдолға, не істеу керек екенін түсініп тұрсың ғой, Аллаху акбар. Басың істей ма сенің? Зато қиналып кетпейді. Жеңілінен кетсін дегенім ғой. Жындысыңды құрт! Альберт Сапарыч, жылама. Ойыншық қой, ойыншық. Жоқ? Сүндеттелген екен, психологический травма болып қалған ғой бұл. Сен мынаны шынымен сойғың келді ма? Бұл біріншіден. Екіншіден, ана пышақты неге өзіңмен бірге алып жүрсің? Самооборона ғой. Кімнен? Маньяктардан ба? Сен өзің маньяксың. Все, давай. Трос бар ма? Мұнан қай жеріне? Ес табылып қалар енді. Таңда любой карта. Таңдаш, родной. Вареный, ыстық. Саған жұмыртқа. А саған Катя тұқым. Абылай, Сапар екеуміздің арамыз бір-ақ жас қой негізі. Менің енем бар ғой, құрдас подружка деп әлі күнге дейін айтады ғой, прикинь. Здравствуйте, девочки. Можно к вам? Можно к вам? Кән Альберт Сапарович? Білмеймін.
Бля, мына білім. Вот, Катя, уайымдама. Не болды сразу университет? Қас тауып келем, алыс кетпеген шығар. Қорқытасың ғой сразу, ё-моё. Тауып кел бар. Өзі келгенде салаңдып. Николас Альберт Сапарович. Негізі әлия психологияда мынандай екен. Кішкентай баламен үлкен адам сияқты сөйлесу керек екен да. Өтетеу, пөтетеу деп сөйлессең, үлкейген кезінде сондай болып қалады екен. Өтетеу, пөтетеу болып қалады екен да. Сапар бар ғой мысалға. Катя ед. Бірақ ше, өзіміз кейде үйде айтып аламыз да, өліп күлеміз ғой. Альберт Сапарович, құспаңыз, Альберт Сапарович, трусиіңізді киіңіз деп ше. Арасында Альберт Сапарович, қараңыз деп Түсіндім ғой енді. О, үлкен жігіт болыпсың ғой. Альберт Сапарович, олай істей берме деп айттым ғой. Сіздің балаңыз ба? Шия, кешіріңіздерші. Просто жақында сүндетке отырғызғанбыз. Әкесіне ұқсапты ғой. Отыр, балам. Катя, ана жақта бір екі тәте Альберт Сапаровичке 1000 теңге берді көріндікке. Енді ойлап тұрмын, өзімде барып, көрсетіп қайтам ба деп. Я, барып кел. Көрсетіп кел. Саған ары кетсе 20 теңге беретін шығар. 30 теңге. Болды, не рұқсат кететін несі бірден? Заказ ала берейін бе? Я, інім, маған және менің сүйіктіме ауқат. Тамақ бере сал. Плов, чучук салат и ортаға шай бер. Жақсы. Ал сіздің сүйіктіңізге? Оларға то же самое. Құпия болмаса, ажырасуларыңа не себеп болды? Арамызда көп түсініспеушілік болып кетті. Хой, ё-моё, ондай түсініспеушіліктер болмас үшін отбасыда еркек басқару керек. Например, бізде үйде еркек шешеді. Иә, еркек шешеді. Бірақ кімнің еркегі екен, әйел шешеді. Это надо еще поспорить. Бірақ енді сендердің түрлеріңнен ақ белгілі ғой. Баласы жоқ отбасылардың көбісі өстіп түсініспеушілік деп құтылып кетеді ғой. Негізі бала деген керек досик. Алюшканың репродуктивный возраст өтіп бара жатыр. Фертильностін бір тексеріп жүру керек. Әйтпесе яйцеклетка деген ол вечный емес. Сосын анау менопауза деген бәле, ой, там уже другой мужчина не спасет дейді ғой. Сен бұның бәрін қайдан білесің? Катя менен үлкен ғой. Медкнижкасында мынандай. Қалжың. Папаша акушер ғой. Роддомда істеймін. Жоқ ғой, надаму. Қалай ол надаму? Қалай? Солай? Папашаның қолынан 200 қозы, 300 ешкі, 40 ешек дүниеге келген ғой. Ветеринар десеш? Ветеринар, акушер. Какая разница? Ё-моё, папашканың қолы действительно алтын еді ғой. Ауылда қанша бұзауға папашканың атын берген ғой, білесіңдер ма? Қол жеңіл болғанда. Не заказдарыңыз? Рахмет. Чай кеп берсінші, қазір. Әлия, туғаннан кейін фигураң өлет та. Сенкі туғанға дейін өліп қалған ғой уже. Қалжың ғой. Аузыңды жауып отырш, өстіп сөзге келге береді ғой бұл. Короче, туғаннан кейін шаштарың түседі, тістерің босайды, қарның салбырайды. Сосын белің ауырама, в общем, депрессия боласың ғой. Осының бәрін көріп, менде одан хуже депрессия болады ғой. Катя, сонда саған қанша ай болды? Досик, ол жүкті емес ол. Жаным ренжіп қалдым ба? Жоқ, ренжіген жоқпын. Мысалы, мен ренжісем, түріне қарап тұрам да, оған, ешек, мал, чорт деп айтам. Мен айтып атқан жоқпын ғой? Ренжіген жоқпын. Онда тұрған не бар? Біздің көріш ғой бұл, родной ғой. Мен айтып атқан жоқпын ғой мен? Ренжіп атқан жоқпын. Нормально бәрі. Бірақ бала пайда болғаннан кейін бұның барлығы мәнсіз болып қалатын сияқты ғой, 9 ай құрсағында көтеріп, махаббат беріп.
бала деген бақыт әкеледі емес пе? Ортадағы түсініспеушіліктің барлығын кетіретін еді. Бала деген күннің нұры ғой. Бала деген әппақ періште ғой. Жешей тамағың телефон шықыла берме. Немене көресің сен? Неге ұрмай мен айтып отырмын ғой тамағың жеш деп телефон шықыла берме деп. Ол кішкентай бала ол, періште ол. Қалай ұрасың сен? Мен саған осы уақытқа дейін ұрма деп айттым ғой. Онда өзің періштеге айтсай, телефон шықыла бермей. Тамағын жесін де. Айтам ал. Айтал. Айдоқа, негізі бір шетінен, сендер өздерің кінәлісіңдер. Ажырасамыз деп айта бергенсіңдер ғой. Ал не болды ал? Періште аумен деп қойды. Бізде, например, үйдеше екі сөзді айтуға категорически болмайды. Біріншісі ажырасам деген сөз, екіншісі семіз деген сөз. Не болды саған? Сен неге мен бағанан бері ұра бересің, Жоқ, не айтып отырсың? Сен тіліңнен тауып отырсың ғой қазір өзің. Мен примерін айтып отырмын, примерін. Вообще айтпа, пример қылып айтып. Онда мен үндемей отырайын. Неменеге сен мен көршілердің алдында позорым шығарып отырсың? Позорым шығып жатса сен қоя сал. Неменеге қоя салады екен? Жоқ, сен қоя сал. Жоқ, сен қоя сал. Аумен. Официант, с собой салып бересіз? Тездет, родной, жолдан бір жерге кіріп шығайықшы. Родной! Давай, кеттік. Айдос. Қараш. Қай жерім мынау? Білмеймін ғой, жаңа ғана ояндым мен. Сапар, қайда келе жатырмыз? Родной, тұрдың ба? Жалаңашқа бара жатырмыз. Жалаңаш? Не үшін? Вообще не по пути ғой бізге. Досик, бағана өзің айттың ғой, уақыт бар, кеттік деп. Уақыт бар деген сөз делать нечего дегенді білдірмейді. Давай қайт артқа. Қайтпаймын. Енешкаға обязательно кіріп шығу керек, әйтпесе ертең бажылдайды, неге кірмей кеттіңдер деп. Не дедің? Бажылдайды деппін ғой. Анандай, періште де үнімен айтады да, неге келмей кеттіңдер деп. Мен саған оны айтып тұрған жоқпын. Менің мамам саған қашаннан бері ене болып қалған? Катя, ол роднойларымыз дұрыс түсінсін дегенім ғой, анау. Енем деп айтқаным, родной мамашам емес, енем деп дұрыстап түсінсін деп жатқаным ғой. Сенің мамаң өзіңе роднойда, менің шешем бөтен болып тұр ғой сонда, Жоқ, мен саған енді дұрыстап түсіндіріп жатырмын. Болды, мен сені түсіндім. Бұдан кейін бар ғой, мен өз мамамды мама деймін да, сенің мамаңды қайнене деймін. Жақсы болды ғой, айтуға желанием да жоқ еді, жақсы болды. Катя, скандалды бастамашы. Аузың жапшы болды, сөйлемеші. Енеңді ұрайын. Осы жалаңашқа жақындаған сайын сен бір өзінше болып кетесің сен постоянно. При чем тут жалаңаш? При том, что осы жалаңашқа мамаңның жанына келе бастайсың ғой. Сол кезде анандай өзінше болып бір походкаң өзгеріп, сөздерің өзгеріп, анандай маған сен деп ұрсып. Мен саған постоянно сен деп сөйлейтін қумаш. Жоқ, қателесесің, Катя. Осы Алматыдағы сен мен, мынау жалаңаштағы сен дегеннің айырмасы жер мен көкте, Енді сен тағы да бар ғой, жалаңаш туралы бірдеңе айтатын болсаң бар ғой. Не істеп аласың? Досик, айтып отқанын көрдің ба? Кішкентай бір жалаңашты центр вселенной деп көреді да бұл. Айтпесе өзі өлә Шымкенттікі ғой бұл. Не бопты? Менің әкем Шымкенттікі, мен өзім жалаңашта өстім. Сен бірінші өзіңе қарап алсай. Не хауари, әнәс, үйтсейші, бүйтсейші, аннай ғой, биттім ғой, сөйттім ғой деп. Негізі нағыз Ақтаудың жігіттері бұндай емес қой. Сен қайдан шыққан бәлесің, как черт последний мен қатын құсап ұрсып отырсың. Фуй. Вообще сөйлемеш. Енеңді ұрайын, шықшы сыртқа, без свидетелей сөйлесейік. Шық сыртқа, Катя! Шық деп саған! Шық деп, Катя! Айдосик, ашшашы! Шық деп сыртқа!
Уайымдамаңдар. Жылына бір рет өсіп ұстап тұратын приступы бар ғой бұның. Янас, Мүмкін аша саламыз, а? Үндірайын. Қазір мен барып келейінші, сендер отыра беріңдер. Катя, тоқта. Катя, ұртсайды ол. Сабыр, тиіспей қойшы өтініш. Ой, Айдос, шілей, онда емес, тұршы былай. Не? Не болды? Көршілердің алдында мінезін көрсетіп, қорқытып, үркітіп, мен позорым шығарып. А? Ей, апарғың келмесе, апармайын деп айтпайсың ба, өзім кете беретін едім ғой. Маған мына жерде драма, спектакль ойнап. А? Енді бар ғой, мені массаж жасап берем, түсіндің ба? Шөптеріңмен бірге қал осы жерде. Сволочь. Катя! Мен сені сүйем! Қолымнан ұсташы, қолымнан ұсташы. Жаным, күнім, ботақаным, кешірші мені кіна кетіп қалып мен. Неге сен сүйем? Бұдан кейін вообще ұрыспай. Жаным, сен алтынсың ғой, сенің кіна кетіп невозможно. Жаным, менен кетіп қалып. Мен де арасында Жоқ, сен алтынсың. Сен сенің кіна кетіп невозможно. Сен вообще кіна кетірмейсің, жаным, менің. Вообще енді ұрыспайықшы, вообще екеуміз. Вообще ұрыспаймыз, бірақ сен мені кешірші, жаным. Кеттік па? Қайда, жалаңашқа ма? Жүріңдер, отырыңдар, кеттік давай. Жүр, жаным менің, жүр. Вообще ұрыспайықшы. Сен сонда да бақытты күн кешесің, себебі мен боламын жаныңда. Мейлі жауа берсін жауында, мейлі соға берсін дауылда. Сен сонда да бақытты күн кешесің, себебі мен боламын жаныңда. О, негізі бұл жерге енешкалар басында, мамашкалар басында жұмыспен келген, командировкамен. Сосын қаламыз деп шешті. Апапашка байқұс не делады? Ештеңе де алмайды, қалды, көнді. Катя, мыналардың спортивкалары, менің үйде таппай жүрген спортивкаларыма ұқсайды екен, А не, дүние жүзінде сенде ғана сондай спортивка бар ма не? Ужас какой-то. Ауылдық жер үшін жақсы тұрады екен, Конечно, бұлар шымкентский ғой, шіркірие. Сюрприз, мам, қалайсыздар? Ана жынды да келді ма? Келдім ама, қалайсыздар? Сапар келетіндерді неғып ескертіп қоймайсыңдар, а? Че, күтіп алатын едіңіз? Жоқ, қонаққа кетіп қалатын едім. Ой, жаным, жүр, кір. Айтасыз сау, мама. Жүріңдер, кірейік. Жүр, кіндір. Жүріңдер. Мамаша, жаңағын байқамайттыңыз, Жоқ, біліп айттым. Жүріңдер, кіріңдер. Келіңіздер. Міне, көршілерімізді шақырып қонақ қылып жатырмыз. Негізі жақсы адамдар астың үстінен келеді дейді ғой. Қойшай, кім келіпті? Мамаша, қалжыңдарыңыз күштісіздің. Балам бар далаға ойнай бер. Төрлетіңдер. Жоқ, рахмет. Біз осы жерде отыра береміз. Наннан ауыз істеп жолға шығамыз, Келіңдер. Кел, отыр. Әкесі тұрсаңшы, қызың келді ғой. Папа, қалайсыздар, жақсыздар ма? Аман сен жеттіңдер ма? Ассаламу алейкум, дадасы, қалайсыз, яқшымысыз? Шымкент шаһарда неме яңғылық болып жатыр? Жоқ, не деп отыр? Оля, дадасы. Не болып тұршып, сәл-пәл қоқодан беріп қойын? Келіншеңіздер, Қалайсыздар? Біз негізі Жаркентке бар жатырмыз, нағашыларға. Жүгері теріп, жыл сайын баратынымыз да бар. Айтпақшы, бұлар біздің көршілеріміз, роднойлар ғой, Айдос және Алия. Кел. Жеп алып отырыңдар. Елмаңдар. Тезірек шығайық. Енеме өзің айтасың ба? Айтпақшы, мына 2 жас ажырасайын деп жатыр екен. Мам? Не? Онда тұрған не бар? Бәрі де үлкен адамдар. Солай болып қалды. Өмір ғой. Өмір. Ау,
Анау не, импотент па? Мама, ят емес пе? Не болды сізге? Назар аудармаңыздар, бұл кісі өзі сондай. Полицияда 30 жыл полковник болып істегесін андай. Тіке бетке айта береді да. Ренжімеңіздер, Енді түсіндің ба мен? Сені уже сындырып жатыр. А мен бұлар күйеу бала болғаннан бері ананы істе, мынаны істе, қызмет ет, бүйт деп сындырамай жүр. Біле білсең, біз ақтаускиларды сындыру нереально ғой. Түсіндің ба? Біз орыстарға бас емегенбіз, жоңғарларға бас емегенбіз. Енді жалаңашқа келіп бас еміз ба? Мә, быть такого не может. Кел, жайшы. Інім келуші еді, өкінішке орай отравление алып, больницаға түсіп қалыпты. Мамашка, сізбен бірге сенішіп қойдым ма? Менің күйеу балам ғой, сондай қалжыңбас өзі. Әзілді жақсы көреді. Кезінде мына қызымның қалың малын кредит алған сияқты етіп, 3 жылда бөліп әрең төлеп құтылған. Мамаша, сіз зачем олай айтасыз, а? Бердім ғой мен, чисто по-ақтауски. Доллармен, наличка, поличка. Бердің. Бірақ көрген сайын соны еске сала беретін жаман да сені. Алыңыздар. Қойшы болды, қоя сал. Родной, это не твоя война. Мына баланың неге ажырасып жатқан енді түсінген сияқтымын. Өзі қандай болса, досы да сондай болады ғой. Құдай білет, ана қатын обеспечивать ете алмаған. Ассалаумағалейкум. Астаңыз дәмді болсын. Гүләдеде мен сол баяғы сұрақпен келдім. Кедергі жасаған жоқпын ба? О, не дегенің, Бауыржан? Қош келдің. Сен қашынан бері бізге кедергі болып едің? Бауыржанды барлықтарыңыз танитын шығарсыздар, а? Танымайтындарға таныстырып қояйын ендеше. Бауыржан Катяның кластасы, кезінде үйленгісі келіп артынан талай жүгірген. Сосын біздің қыз қалаға оқуға түсем деп барып, жастықпен күйеуге тиіп кетті. Өкінішке орай. Бауыржан қазір біздің ауылдың әкімі. 500-дей қойы бар. 45 жылқысы бар, 30 шақты сиыры бар. Енді кім біледі, болашақта мүмкін қала әкімі болып қалар, облыс әкімі болып қалар, иә? Ой, Гүләт ете қойыңызшы. Адам делтпасаңызшы. Ұялатын түгі де жоқ, Бауыржан. Қазір шындықты айту керек. Ақты ақ, қараны қара деп айту керек қой, дұрыс па? Иә. Білмегендер біліп, көрмегендер бұлай көзін ашып, көріп, қарап дегендей үлгі алып үйренсін. Не тұрыс, Бауыржан? Төрлет. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Бауыржан, кел. Класстасыңның Катяның қасына отыр. Келе ғой бала. Жалпы біз Бауыржанды жақсы көреміз. Өз баламыз сияқты. Негізі бізде 4 күйеу бала бар, солай ғой? Біреуі налоговыйда, біреуі таможняда, біреуі прокуратурада. Барлығын бірдей жақсы көреміз. Ешқайсысын бөлмейміз. Отырыңыздар. Жақсылық үшін, денсаулық үшін алып қойыңыздар. Ой, не деген той. Ой, бәркелді. Үстінен кел аларым, сен алсып жоқсыз едіңіз. Баяны двоечный еді, Вадимда. Ескі әннің ырғағымен жаңа әнімді бастайын мен 90-шы жылдары гитарасын қолға алып әрбір жігіт әнге салған осы бір ән естен Жас бұданы тазикке көшеді. Оппай маған. көңіл тербейді 18 пен 25 қайтып келмейді көңіл тербейді 18 пен 25 қайтып келмейді. Сапар, ұзақ отырып қалдық. Жүрек болды. Тоқа Миша жетпеш. Ай, сен мұнда жүр екенсің ғой. Сен қонақсың ба, қонақ емессің бе? Дүрсе жалып қойық та. Жоқ, аға, рахмет. И так мен көп іштім. Сонда сен мен сыйламайсың.
Жоқ, сыйлаймын. Онда жүр. 95, 96, 60. Бикош. Ау жезе. Папашаны тыққан самогон алып берші. Жезе оны алуға болмайды ғой. Тем более өз жылына бір айлық алып шығады. Микош, жездең сөзін тыңда. Бар тез алып кел дедім саған. Жезе ол деген ауыр 85 градус көже алмайды адам қуып кетеді, апасыны ол. Сен қайдан білесің? Алып кел дедім мен саған, Микош. Жездең сөзін жерге тастама. Тем более қонақтар келді. От души күт жүрейік, давай. Әлия. Бұл да бір сендерге берілген сынақ қой негізі. Значит, сендер сынақтан өтпедіңдер. Құдайым қалаған уақытында өзі уақыт сәті келгенде беретін еді ғой баланы. Неге сонша асықтыңдар деймін да? Мысалға бізді алып қараңдаршы, мен 2 рет түсік тастаған ғой. Сол кезде бізде қатты қиналғанбыз. Енді қазір Альберт Сапаровичке қарап отырып, сонымен бірге балаша қуанамыз ғой деп білесіңдер ғой өздерің. Катя, ондайды бәрі түсіне бермейді екен. Негізі мәселе ода емес қой. Ой, мәселе сода мен білем ғой. Айдос ішіп жатыр ма? Жоқ, ол ішпейді. Ой, мен қайда ішпеген ана папамның самогон ішіп отыр ғой. Батшын шығарады ғой қазір. Мына жездемнің самогонын қайдан алдың? Білмеймін, бір братишка әкеп берді ғой. Абайлапшы. А чё не болды? Басқаша ма не? Дұрыс па бәрі? Ой, жігіттер керек емес еді. Братишка, состояние как? Нормально бәрі. Әрбір жігіт әнге салған, осы бір ән есте қалған. Терек-терек-тета көңіл тербейді, 18 бен 25 қайтып келмейді. Терек-терек-тета көңіл тербейді, 18 бен 25 қайтып келмейді. Не болып қалды жезе? Микош, самогонды кімге бердің? Қонаққа Айдос ағаға бердім. Қайда Айдос, мен саған Бауыржанға бер дедім ғой. Бауыржан қонақ емес қой, ол свой ғой. Жезе. Родной, доброе утро. Қалайсың? Ояндың ба, бас қалай? Сапар, не істеп жатырсың мына жерде? Родной, сен вообще тибегенсің ғой жүргені. Кеше жалаңаш концертіңді бердің ғой. Ауылда хитсі келді, звезда болды. Ё-моё. Неге киімсіз жатырмын? Сен вообще қызық екенсің ғой. Адам деген кішкене өзінің дозасын біліп ішеді. Сен ішіп ап кеше қатты қуып кеттің. Сөйтіп анау Қайрекеңнің банясына бардық, өзіңе келсін деп. Сосын? Бірақ плохая идея болды да сол. Анау парға кіргеннен кейін 85 градусың 100 градусқа көтеріліп, давление болып, банядан атып шықтың. Артыңнан жүгіріп шығып едік, жоқсың. Қараңғы түн, фонарь жоқ, жолдар өлген, куда смотрит Акимат деп қойды. Сосын, айтшы. Сосын міне, қара. Родной, тоқта, Айдосик, крапива бар Неге түсіресің мынаны? Кім көрді тағы? Ешкім көрген жоқ ей. Шынымды айт деймін. Қойшы, не болды соншама? Көрген жоқ ешкім. Соңғы сұрақ.
Мына жерде неге жатырмын? Сен түнгі іште әрең ұстадық біз. Сосын үйге алып келдім. Үйде қонақтар болды, қонған ғой кешегіден кейін. Жалдым сен кіргізуге. Қуып тұрдың да сен. Сосын осы сарайға әкеп жатқыздым. Бірақ уайымдамай жанында жаттым. Қаш кетпесін деп қарап жаттым. Әйтеуір машинаға жатқызуға болмады ма не? Сөйту керек еді. Что-то ойламаппын оны. Айдосик! Айдос, керемет таң, Айдаха, тұрсың бей? Айдаха. Сапар? Точно ешкім көрген жоқ па? Жоқ, көрмедтердің қомаш. Кеттік. Тұрдыңдар ма? Ұйқыларың қанған шығар? Түнде жаураған жоқсыңдар ма? Үйге кіріп шай ішіңдер онда. Келін, ана қонақтарға жолға сарқыт салып беріп жібер. Жамбас пен құйрықтан. Не? Қызыма жақсы қарап жүр. Артық кетсем ренжіме. Мен қызымның таңдауын әрқашанда қолдайым. Жи-жи келіп тұрыңдар. Конечно, мамаша. Енді айына бір рет келіп тұрамыз. Жоқ, олай жи емес. Жарайды, мам. Ой. Көріп тұрсыз ғой. Көршілеріміз асығып тұр. Тағы да қалатын едік. Жолдарың болсын. Машиналарды жолап кеткеніміз дұрыс болмаған сияқты. Дұп-дұрыс. Қайта олар біздің уақытымызды алған. Уже давно жетіп алатын едік. Қазір центрге барамыз да, машиналарын қалдырып, ары қарай таксимен кетеміз. Білмеймін. Адамгершілікке жатпайды ғой. Қайдағы адамгершілік? Басты ауыртпашы. И так бас сынып отыр. Одан да су алып берші. Рахмет. Родной, осындай приколдарын қойшише. Не болды сонша, магазинге бардым да келдім ғой. Зато саған шалап алып келдім. Базар жоқ, родной. Дос деген сен сияқты бол керек. Түс давай. Түс, Алия. Родной, тоқта, А бұл от меня прикол. Не болды, Досик? Бәрі өзіміз ғой. Зато кейін Алюшкадан сұраса, не үшін ажырастыңдар деп. Осы видеоны көрсетеді. Неменеге на видеоны әркімге бір таратып отырсың сен? Көп сөйлей бермей, айдашы машинаңды. Не болды, қайтадан бастадың ба? Тағы да бастадың ба? Қазір жалаңаштан шығайықшы, мен саған көрсетемін. Не істей аласың ал жалаңаштан шыққан екен? Не, қолыңнан бірдеңе келе ма? Тоқташы, мамамыз звондап жатыр. Мамамыз звондап жатыр деп, маған угрожать етпей ақ қойшы, түсіндің ба? Не істейді екен мамаңыз звондаса? Кім екен соншалықты мамаң сенің? Сәлем бердік. Алло? Мама, қалайсыздар? Папамдар аман ба? Еш аман ба? Қалайсың, құрдас подружка? Жақсы, күшті әзілдейсіз, мама. Жақсымыз, өздеріңіз? Балам қалай? Балаңыз жақсы, тамағын ішті, көйлегі бүтін. Ана сүндеттен кейін бірақ сәл қиналып қалды ғой. Ойбу, сапарды қайта піштірдіңдер ме? Жоқ, мама. Сізді мен немересін сұрап жатыр екен десем, сапарды сұрап тұрсыз ба? Сен, мама. Тамақ жеп, мама. Негізі кейде түсінбей қаламе. Ұрсып жатыр ма, мақтап жатыр ма мені, түсініксіз. Сен не үшін мақтауың керек? Міне, көрдіңдер ма? Қайтадан басталды. Кейде үйде отырам ғой, өзіммен өзім ешкімге тиіспей. Ұрыспаса бас ауырама, сразу бастайды хайвайды. Басқа бөлмеге кетіп қалам.
ұрысқым келмейді. Сонда да артымнан келіп қоймайды ғой, сөйлей береді. Миды жеп қояды. Өз-өзіңді мыналардың алдында неғып жертва көрсетіп отырсың сен? Үндемегенде әлсіздік деп қабылдайды ғой, Иә. Алюшка, сен не үйде жертвасың ба не тоже? Екеуміз, значит, бір командадамыз. Қазір артта тұрған дарбызбен басынан бір ұрып жарамыз, ше? Ой, ё-моё, айтадан естіп, бастай береді. Ей, әйтпесе жалаңаштан шыққанымызға ұзақ болмады, Тося, көрдің ба? Иә, жолға қараш. Катя, жвачка берші. Не болды, тыныштық па? Қалай не болды, қарасай кәйік тұр ғой. Кеше өлгенде іштік, ё-моё. Бұлар еще перегар сразу сетеді ғой. 7 жыл лишение, 15 сутка қамаламыз. Блин. Ішсей тағы, іш, алқаш. Катя, давай бұрынғыны қайтылайықшы. Сұрама даже, қайталамайын. Катя, пожалуйста. Жоқ, Катя, пожалуйста, аяғыңнан сүйін, Катя. Жоқ дедім ғой саған, Сапар. Катя, соңғы рет, пожалуйста, бір-ақ рет қайтылайықшы. Басын қатырмыш. Катя, пожалуйста, Катя. Жоқ дедім мен саған. Катя! Жоқ! Полиция қызметкері лейтенант Қасымов, құжаттарыңыз. Шыда жан. Қайда не ақтырсың, тоқтап! Ишак газ осы жерде туа салам, бал! Қазжан, шыдай тұршы кішкене. Аға, радомға асығып тұр едік, қатын туайын деп атыр аға. Жақсы. Рахмет аға, рахмет. Артымнан жүр, жақсы ма? Жоқ, керек емес аға. Көңіліңізге рахмет аға, керек емес. Сопровождениемен апарам, жақсы ма? Жоқ, өзім жолды бәрі пробка деймін, сен біздің көріне қаласың. Артымнан айда. Бол, кет. Ал, ту енді өзің. Қазір адамға барған кезде дарбыз тусам, қалай бұлай өзіңе неловко емес пе? Чорт. Бірақ, ё-моё, адамгершілігі жоғары аға екен, Иә. Рахмет үлкен, ризамыз сізге. Біз үшін службаңыз тастап кеттіңіз ба? Ешке кетпей жүр кет. Жоқ, аға. Ары қарай өзіміз, сіз боссыз. Қалай боссың? Сонда мен кете берейін ба? Ұятсыз. Адамдарға көмектесу менің міндетім. Кел. Ақын. Ой. Жүр. Ақын. Жүр, байқа міне. Медсестра акушер шақырымына туайын деп жатыр. Акушер реанимацияда күту керек. Ай, мейлі, өзім роды принимать етемін. Ау, жандам. Уайымдамаңыз, 5 балам бар. Курсты да өзім өткенмін. Жаным, уайымдама, сабыр сақта. Нервничать саған, вообще нервничать болмайды. Балаға зиян. Қой! Мен сонда қазір не үшін нервничать отыр екен? Нервничать етпеңіз, уайымдамаңыз, Медсестра қарап жіберші. Қанша пальц раскрытие болған? Пальц. Раскрытие? Қараш? Сен бол құрылмай, құр болып мен жүрдім жай. Бір күн ауру, бір күн сау, таба алмадым бабыңдай. Өткен іске өкінбе, бір келмесін Случайно болып қалды. Ё-моё, енді точно қабаламыз, Нападение на представителей органов власти. Статья 380 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Кім кінәлі? Басын бұрайын. Родной, егер сен свидетельге шақырса, сен мен прикрывать етші, пожалуйста. Атаңның басы. Саламатсыздар. Менің машинамды көрген жоқсыздар ма? Машина не?
Рахмет. Аяғымды күйдірдің! Ё-моё, родной, қас. Не істеватсың сен? Кішкентай баланың сүдігі пайдалы ғой? Уринотерапия, родной. Миыңды уринотерапия қыл, ишак. Айдос? Досек, нормально ғой бәрі, бір ашуыңды бер енді. Саған беретін ашу болған жоқ. Айттым, мыналармен шықпай-ақ қоюымыз керек. Айдос? Не Айдос? Қарасайшы мыналарға. Мынандай тупой отбасыны бірінші рет көріп тұрмын. Бөлі аузыңа байқап сөйле, Родной, сен что-то артық кетіп бара жатсың, Нормальный бол, Досик. Досик демеші, а? Мен саған родной да емеспін, Досик да емеспін, түсіндің ба? О, как раз үшеуің де жиналып қалдыңдар. Братишка, щегол, Человек-паук деген ешқашан болған емес. И болмайды да. Сенде ешқандай супер сила жоқ, малявка. Жыла. Айдос, аузыңа байқап Жыла. Конширет, айуан. Катя, алшы. Родной, сүшкен құдығыңа түкірме. Сабырдың да шегі бар, Жыла. Сен де жыла, давай. Балам, жүр, қазір әкең айырат, жүр. Жаным менің, балапаным, осы тарақты өзіңмен бірге алып жүре ғой. Айдос, жасаған жақсылығымды ұмыттың ба? Қандай жақсылық? Мен сенен жамандықтан басқа ештеңе көрген жоқпын. Айдоға, шакал. Мен саған обезнойда самса алып бердім ғой. Жалаңашта үйімде жаттың ғой. Тамағымды жедің ғой. Жеді ғой. Арағымды іштің ғой. Ішкен жоқпын, іштердіңдер. Главное, жақсылық кірді ғой аузыңа. Енді неге аузыңнан жамандық шығып жатыр, Кетші саған бұл нерімді құртып. Бұдан былай мен сені танымайым, сен мені танымайсың. Әлия, кеттік. Алюш, сен кете бер. Сенде ешқандай кінә жоқ. Катя, қоштасып ал. Давай, 15 берейін. 15 болмайды бaba. Қазір продукты, бензин бәрі қымбат, 20 бер, тоқтамай апарам. Ладно, давай. Әлия, отыр. Портмоем сенде емес пе? Жоқ. Мана тағы алып бес пе? Тез. Брат, мен осымен нан табамын ғой, барасыңдар ма, бармайсыңдар ма? Қалайсың, Алюшка? Салам алейкум, Сапар. Жалаңашта портмонем қалып кетіпті. Ішінде документтер бар. Звондап айтып қойшы, салып жіберсін. Болмаса номерін бер, өзім хабарласам. Мен өзімнің туысқандарымның, жақындарымның, роднойларымның номерлерін бөтен адамдарға бере алмаймын. Так что ренжіме. Сапар! Паразан ба? Кел, давай. Не болды, Айдос, адам ұсап сөйлессеңші. Қалай түсінбейсің? Біз Жаркентке документсіз бара алмаймыз. Сонда сен менен кешірім сұрағың келіп тұр ма? Кешірім сұрайым. Негізі роднойлар кешірім сұрағанда құшақтап, сүйіп,
Нежно, кешірім сұрайтын еді. Соны айтам. А сен что-то мне от души сап тұрған сияқтысың. Егер сүйет деп ойласаң, армандама, сүймеймін. Носик. Бірінші ретке осыда болады. Қайткенмен де бәріміз пендеміз, бәріміз қателесеміз. Все болды, звондаш. Осақ па не? Альберт Сапаровичтен кім кешірім сұрайды? Мен ба? Ол да ренжіп қалған. Между прочим, ол да бір личность. Альберт Сапарович, кешірші мен. Сен бар ғой, шынымен Человек-пауксың. Кешірші өтініш. Сен шын айтам, мықтысың. Кәне, мен бетіме ұрш. Мықтап. Айдоға, ол саға по-любому керек емесе. Ажырасыватсың ғой. Балаңа қандай тәрбие бергенсің? Нормаль тәрбие. Мен балам ғой өзіме ұқсайды. Кеттігі. Альберт Сапарович, молодец. Давай, стройся сол жеріндері. Хей, анас, мал қайтаруға өріс кетіп қапты. Бұл енді жаман жаңалық. Жақсы жаңалық. Айдосик, портмонең табылды. Ертең бірақ Алик ағамыз шығады, содан бер жеретін болды. Жаман әбіржіп кеттік қой. Сендер болмағанда уже давно жетіп алатын едік бар ғой. Ой, не болды, Айдосик? Может, сендерге тағдыр бізді жіберген шығар, а? Айдоқа, Алюшка, енді бір күніміз бар дегендей, боспыз, мощный состав. Что там, не істейміз? Добро пожаловать, родной! Осылай ары-бері жүре береміз ба? Өше өзінше болар ме, Досик, Қарашы. Қандай керемет, Не деген табиғат, қарашы. Сен жүрегімнің таңдауы өзіңе дөң қояр ма? Бәрі осы жерде басталып, осы жерде бітеді екен ғой. Я. Бұрынғы өмір аяқталып, жаңа өмір басталады. Жаңа өмір. Кіммен? Мені білмейді ғой деп ойлайсың ба? Менің де көздерім бар. Үнемі біреумен телефонмен сөйлесесің де жүресің. Көріп жүрмін ғой бәрі. Саған күлкілі шығар, бірақ ажырасқанға дейін шыдай тұрсаң болар еді ғой. Менің не істеп, не қойып жүрген саған да қызық болады екен ғой, Сен маған көңіл бөлу үшін баяғыдан біреумен сөйлесуім керек екен ғой. Кім ол? Егер шынымен қызық болса, Айжан деген құрбым. Келесі аптада екеуміз Турцияға кеткелі жатырмыз. Енді мен контракт бойынша переводчица болам. Турцияға? Я, Турцияға. Ақырындап документтерімді жинап жатырмыз. Сол. Біраз болыпты ғой мына жерге келмегелі. Сапар! Айдоға, сендер де осындасыңдар ма? Туалет қай жерде екен, Катя, жүр. Қалайсыңдар? Мен айтпақ қойсаң болатын еді ғой сол. Альберт Сапарович, жүр. Отбасыда бәрі еркектің мойнында. Сол үшін мен постоянно айтам ғой, үйде еркек шешу керек. Айт дегенде өйт деп, тарс дегенде тұрс деп. Прям тарс-тұрс өйт-бүйт деген ба? А че, олай емес па не? Эй, ойбай. Нормальный бол, Катя. Сонда әйел үндемеу керек па? Жоқ енді. Теорияда, бірақ өмірде
Мы предполагаем, Боки жена располагает дейді ғой. Катя қашы, сөйле десең, сөйлей берет, аузы жабылмай сөйлейді ғой. Бірақ ше, Катя бір моментте ғана үндемей қалады, кәдімгідей тым-тырыс болып. Үйде жоқ па деп ойлап қаламын кейде өзімше. Айтайын ба қандай момент? Анау турецкий сериалдар көреді ғой, сол кезде вообще болды, үндемейді Катя. Кухняда тамақ істеп жатады да, телефонын сериалмен қосып қояды столға. Өзі қарамайды, тамағын істеп жатады да, қарамай ұғады ғой, естіп ұғады, не болып отқан же. Разым 15 серияны ұғып алады ғой, ё-мое. Сондай таланты бар. Жаным мен. Дұрыстап оқалашы. Теперь не рабиня перед тобой. Ой, көрдіңдер ма? Зомби болып кеткен ғой кәдімгі дейін. Әйелінің қандай таланты бар тағы? Ой, Катяның таланттары көбей. Мысалы, тәуіпшілік қасиеті бар. Сосын... Дойса, сендерде бала жоқ қой. Катя, көрші мұнаны, кетсе мұнадан кетті, точно. Давай, көрек. Не сенесің? Как раз орамалым бар, тоқтай тұр дайындалып алайын мен. Көресің, ё-мое, родной. Сен сей маған ей. Давай, Катя, нормальный қыз ше. Сапар қайдағын шығырмаш сенде? Сенші дей маған, кайфанешь, родной. Не ол? Қас, қайдағын шығырмаш? Тыныш отыршы, родной. Катя. Басталайын деп жатыр. Хош. Ой, ё, басталып кетті. Нормально. Отыр. Отыр. Ішін бәрі толқап. Ей, бермесей! Алса қатынды. Тосик, отыр дейді. Тазаланбай қалдың ғой, сен жартысы қап кетті ғой, отыр. Біздің үйдегі холодильник. Кредит. Серіктің қатыны. Тақтай. Сен осы іздесең, күле бересің. Қолдық. Жаман ауру. Тұмау. Коронавирус. Жоқ, тағы. Понос. Геморрой, е? Алигаға кім болып істейді? Шопыр болып. Енді? Қотыр ма? Ой, ё-мое. Бұлайдан дұрсап түсіндірейсің ме, көрсетіп. Сен кішкентай. Зарплата. Мақұл, зарплата боласың. Тоқтаймыз. Болды. Қандай сөздер жазып алғансыңдар, Дойсик, нормальный сөздер. Менше еще арасына бір ұятсыз сөз қосқам. Ё-мое, шықпай қалды ғой. Шықты ғой. Таппадың ғой сен. Қойшы. Геморрой ма? Жоғи. Қолдық па? Ой, қоя берші мен. Баста. Ағаштан жасалады, біз оған жазамыз. Қағаз. Аспанда. Ай. Күн, планета, космос. Иә. Бізде тәте Шымкентте. Әпше. Мектептегі стол бар ғой? Парта. Иә. Олар біздің осы Огурцы, помидор. Салат. Иә. Сапар. Подкаблучник. Өзіңе қарап ал. Балалар, қорқатын врач. Стоматолог. Аспандағы почтальон. Көгершін. Иә. Нормально не деген? Тез. Сен маған сөз салған жер. Стоп, болды. Уақыт. Ұтылып қап бұлар. Пирс 22 июль. Айдолқа, саналмайды. Болды уж, уақыт бітті. Алюша, немене ренжіп кетіп баратыр, Айдосик айтсай. Қойсай. Ойым ғой. Болмайды ғой, олай неғып ол не істей береді. Бар. Ойнай алмай ма? Ойнамай қой сонда вообще. Ымға түсінбеген, дымға түсінбейді деген ше. Сенсіз арман бекер ғой, көңіліммен сырласу. Өмір заңы екен ғой, кездесу мен қоштасу. Қиналсаң да көнерсің, басқа түскен тағдырға. Жаным оған не дерсің, жеткізбесе арманға. Енді маған сен бір елессің, сен ұмыта алар емеспін. Жанарымда қалды елесің, сен ұмыта алар емеспін. Енді маған сен бір ел. Айтпай қош. Жаным менің бұлбұлдай үніңе сразу ғашық болдым ғой мен. Жаным болып боным. Сүйдім, құшақтадым. Осы сендер қалай таныстыңдар? Ол бұлай болды. Сапар, айтпа. Айтам, айту керек қой.
басынан жіберіп ұрам. Қойши, сонда да бәрі білу керек оны. Біздің махаббат дастаны жайлы кино түсіруге болады да, ол кезде мен Ақтаудың номер 1 жігітімін ғой. Жігіттердің гүлімін. Қыздардың бәрі сапар деп артынан жүгіретін ғой. Еще мен Ақтаудың көкпарынан сборныйында едім ғой. Ё-майо, бізді Алматыға сборға шақырады командамен. Барамыз Алматыға. Ойбай, ол кезде Арагоста деген клуб хит қой. Шемпинің қыздары топырлап жүреді ішінде. Сөйтеміз да клубтан басталды айтпақшы, сол қызықтың бәрі клубтан басталды. Шаш белден, джинсы, клеш, казачок, туфли, ауызда дирол. Че там, қарындас? Таныспақ па? Не сен сияқты мамбеттермен таныспаймын. Мынау мен мамбет деп қояды. Іншік, саған таныспайын деді ғой. Не? Неменеге құлақтан теуіп отырсың, Сапар? Қайдағы сборный, қайдағы көкпар? Мынандай болған, короче. Бұл бейшара СПТУ-да оқыған ғой негізі. Іншік, саған таныспайын деді ғой. Не? Сен не істедің, мамбет? Сөйтіп екеуміз ровд-ға барып, мынау Заева жазып біз. Катя, мен Заева жазған жоқпын, мен терпила емеспін. Ойбай, сен 50 мың теңгеге ана баланы сындырғаның ше? Бітті ғой бұл. Жағым сынды деді, миым шайқалды деді, тізем трещина болды. Катя, сен қош бол де. Көп сөйлемей, давай нормально отырайықшы. Зачем лишний разговор онда, Катя? Давай нормально отырайық, қойнышы бұл. Давай гитараңнан, давай. Өлеңдер жібер, билейік, давай. Мойындамайды ғой сөйт. Қойшы, давай билейтін әннен. Давай, Катя. Я по следам, по твоим следам, верю в небеса, готов идти, хоть по тонкому Алюша, давай, билейік. Көгілдірек. верю в небеса, в мою мечту, что для нас Давай. Катя, тұрш срочно, Катя. Не болды, не? Аналарға бір нәрсе болып қалды ау деймін. Жүрші көріп қайтайық. Олар машинада ғой, ұйықтап жатыр ғой, не істейді басқа? Олар мәшинеде жоқ. Мен жаңа туалетке барғанда көрдім. Ешкім жоқ мәшинеде, бір нәрсе болып қалды аналарға. Кеттік көріп қайтайық. Бұл жерде туалет жоқ қой, Сапар, сен қайда барып жүрсің? Жатшы. Бардым да бір жерге қайтесің. Кеттік көріп қайтайықшы, бір нәрсе болып қалды аналарға. Жүрші, кеттік. Атамилтай, өшір. Өшірдім. Айуан, бүкіл романтиканы құртып. Айттым жаңа жата беру. Негізі осылар бір түрлі семейді, Айтпа. Күтіп болдым. Тексеріп ал, бәрі орында ма? Нормально ма? Кеттік болыңдар, родной бар. Катя! Не болды? Көрмей тұрсың ба, не аккумулятор өлді. Неге? Неге деп қояды ғой? Түнімен музыка қостық емес па? Сендерге романтика жасаймыз деп. Бұл енді тезірек ЗАГСқа жетуіміз керек. Не дедің?
Жақсы несе, сендер кеше түнімен екеуің андай... Не ғой біз кешегіден кейін сендерді қайтып қосылады деп отырмыз ғой, айналайын. Я, түнімен сендер пучучу болдыңдар ғой. Біз жай ғана сөйлестік қой. Иә, жай сөйлестік. Ажырассақ та дос болып қаламыз деп шештік. Сол. Ой, ё-моё, аккумулятор бекер отырды ма? Сендер ана өлеңдерден кейін обязательно қосылу керек едіңдер ғой, жүректерің жылып. Қандай еді? Рефлекс сайтису ма? Иә, анау серих каплях дождя дегендер. Алматының түндері қайда қалды мысалға? Тезірек ағаңыз звонды, алысқа кетпеген шығар. Прикуривать етіп кетсін. Бірақ ше, мен сендердің шешімдерін қолдаймын, дұрыс істеп жатсыңдар негізі. Шешімдерінің мешімдері бар ғой, сендер анау өлеңнен кейін обязательно қосылу керек едіңдер ғой, анау ауырмайды жүрек, ауырмайды, ауырмайды жүрек болмаса. Ауырмайды жүрек, ауырмайды, сен ойлатқан түндер болмаса. Генератор окончательно өлді. Вообще ма? Родной, өзім мәшен білем ғой, сүйремесе болмайды нан. Бағанадан бері тұрсыңдар ғой, дұрыстап тастасаңдар ше. Өзің ұстап былжырамай. Не ойнап тұрмын ба мен? Здравствуйте, вам помочь? Макс? Алия? Сколько лет, сколько зим? Привет! Привет! Как дела? Все хорошо у тебя? Ох, ё-моё, қатының кәдімде жарқылдап кетті ғой. Вы что, сломали, что ли? Жоға, таниммен оны. Да, сломали. Класстасы ғой. Класстасы? Осы класстастар бәле болды. А ты красавица, все так же, как на выпускном. Ничуть не изменилось. Досиге, мен сенің орнында болғанда былай допускать етпейтін едім. Мысал үшін Катяның класстастары. Ауылға сапар келді дегенде естігенде үйлерінде тылып жататын ғой. Мен көрсе, сип қояды ғой. Сол үшін Катя допускать етпейді. Знакомься, это моя подруга Катя. Макс! Катя? Очень приятно. Да, мне тоже. Ой, блин! Ваш сын? Да, конечно. Такой взрослый. Так молодо выглядите. Ой, спасибо. Очень принято. Ой, приятно. Жүрші. Немене жалмаңдап тұрсың, очень приятно тебе. Где тебе приятно? Не болды саған? Не болды? Саған не болды? Знакомься, Макс, это Айдос, мой муж. Макс? Макс, одноклассник мой. Помнишь, я тебе говорила? Да вот случайно проезжал. Смотрю, Алия, одноклассница. Решил помочь. Случайно? Да, случайно. Откуда я знал? Ой, извините, мой муж немножко не в себе. Да, бывает. Да, бивает. Салам алейкум, брат. Что там, көмектесуге келдің ма или өсектесуге ма? Проблем жоқ, брат, көмектесейін. Жақын жерде стошкам бар. Зачем ондай информация? Или мақтанып тұрсың ба? Жоқ, мақтанып тұрған жоқпын. Давайте былай қылайық. Столға барайық, жігіттер жөндеп береді машинаны. Ал жөндеп болам дегенше кафешкада отырып шай ішіп, әңгіме соғайық. Тем более, одноклассницамда Алияны көп болды көрмеген. Сағынып қалдым. Сөйтейік, давай, девчонки, что стоять? Кеттік жүрді. Трос шығарып дайындап қойыңдар. Ну что, поехали? Альберт Сапарович ұйықтап қалды ма? Я ұйықтап қалды. Айттым ғой тез ағырса береді деп. Ол түсінікті. Уақытымыз аз, бұл жерге не үшін келдік? Сапар. Мен сендерді қонақ қылып, бір кездескенде күтіп жіберейін дедім. Рахмет. Дастархан вообще мынау. Тура құдалықтың дастархан сияқты, Аха. Бойдақ болсаң осы ғой. Жұмыс істейсің, осындай отырыстарға уақыт жоқ. Айтпақшы, бұл менің кафем. Бұдан басқа 5-6 кафем бар, қалада 3-4 рестораным бар. Че там? Стошкаларым бар, если что, хабарласыңдар. Сонда сен неге әлі үйленбей жүрсің? Или че?
қыздар қарамай жүр ма? Или сен уже өзің қыздар қарамай жүрсің ба? Или бұған ұлдар ұнай ма? Ей, не айтып отырсың? Нормально. Орынды сұрақ. Шынымды айтсам, қыздар көп, өте көп. Бірақ шын сүйген адамды кездестірмедім. Жас кезімде ғашық болғам. Тек сен айтқандай қарамай қойған. Может, сен өзің слишком мақтаншақ, спонтом дерзкий болғандықтан қарамай қойған шығар, ә? Жоқ, спонтом дерзкий дейтіндей. Ақтауский емеспіз, қойшиш. Оля, сонда сіздің ақтаускелерге претензияңыз бар ма не? Жоқ, жай қалжыңдағаным ғой. Для поддержания разговора. Дұрыс. Сен давай олай поддержание жасамай қой, хорошо? Ондай приколдарын тықпай қой. Әйтпесе кім біледі? Көшеде, түнде, жалғыз өзің кетіп бара жатсаң. Артыңнан біреу келіп прогибқа қадап тастаса. Я Айдоқа. Сонда сендер мектептен кейін кездеспедіңдер ма? Хабарласпай, бүгін бірінші рет кездесіп отырсыңдар ма? Я кездеспедік. Жақсы болды негізі бүгін кездескеніміз. Өйткені келесі апта Турцияға кетіп бара жатырмын ұзақ уақытқа. Айдос! Айдос! Ты мне что, несёшься? Красавчик, Досик, красавчик. Аман есен барып келіңдер. Турцияға. Мынаған не болды? Есі дұрыс па? Мен күйеуімнен жыққан ғой. Нормально ма бәрі? Нормально. Қойши, қайдағы нормально дейді ғой мына яққа. Нормально болып тұрады ондай. Отыра бер. Отырам? Отыр. Отырам. Ұят болды ғой, Не болды саған, Айдос? Не болды? Подружкамен бірге Турцияға барам дейсің бе? Одан да Макспен барам да бірден айтпайсың ба? Қайдағы жоқ нәрселерді ойлап таба бермей. Мен саған айтып тұрған жоқпын, оның баратынын мен білген жоқпын. Өтірік айтпаш, әле, дәл қазір маған өтірік айтпаш. Мыңдаған, жүздеген адам бар, мыңдаған машина бар. Жоқ, бірақ именно Макстың машинасы тоқтай қалады екен. Осыны қалай түсіндіріп бересің? Сен не айтқың келіп тұр? Ештеңе айтқым келіп тұрған жоқ. Осы соңғы жарты жылда өзімше бақытты болып жүрдім. Жұмыс тауып алдың, достарыңмен жиі кездесетін болдың. Осының бәрін сылтауратпай, Макске барып жүрмін деп айтпайсың ба? Не? Шындық батып кетті ма? Шындық ащы бола ма екен? Ащы шындық естігің келе ма? Естігім келмейді. Бәрі сенің көзіңнен көріп тұрмын уже. Не көрдің сен, Айдос? Осы уақытқа дейін бір нәрсе болсын байқадың ба? Мен больницадан больницаға бала таба алмай жүгіріп жүрген кезде сен естедің. Күні түні жылағаныңды көрдің бе? Керісінше менімен сөйлеспей үйден кетіп қалып жүрдің ғой. Бірге кешеміз. Өмірдің қиындықтарын бірге өткереміз деген сөздерің қайда қалды? Сенің достарын, туысқандарың, бала көтере алмайтын әйелді қайтесің? Басқасын ал деген кезде сен мені қорғай алдың ба? Жоқ. Керісінше мені кінәлап үйден кетіп қалып жүрдің ғой. Ал мен сол барлығына шыдадым. Жақсы күндер алда ғой деп ниет еттім. Бірақ олай болған жоқ. Иә, мен өзгердім. Соңғы жарты жылда мен өзгердім. Мен сені ғана емес, өзімді де ойлай бастадым. Мен сенмен бақытты болдым. Ал сен менімен жоқ. Сондықтан да саған ажырасайық деп айттым.
драма болып кетті ғой. Алюша қайда? Мына мен бармаймын деп жатыр. Қазір онда өзім шақырып қайтамын. Ей! Немене сөз түсінбейсің ба? Бармаймын дейді, класстас апарып тастайды екен. Янас, бәле болды осы класстастар, шатырып, тайдыртып. Дося, жүр 20 жылдықтарын өткізіп, нормальный последний звонок жасап тастайық, а? Қоя салшы. Жүрейікші. В смысле қоя салшы, родной? Ол қайтсе де әлі сенің әйелің. Осы жерде қалдырып кетейін деп жатсың ба? Базар жоқ енді. Осы күнге дейін қалдырып жүрген шығарсың. Бірақ в данный момент қалдырмай. Да ладно. Что ты из-за него расстраиваешься? Все будет хорошо. Я же рядом. Поддерживай, если надо. Макс, это лишнее. Ты же все равно разводишься. И что? А что ты ломаешься? Что тебе терять-то? Макс, я лучше пойду, хорошо? Потом не будешь жалеть? Все-таки разведенная, а тут я. Отпусти, мне больно. А то что? Эй! Тебе же нормально сказали. Отпусти его. Сапар, керек емес, кете берейікші. Алюш, уайымдама, машинаға отыра бер. Бәрі нормально, бара бер. Алюш, менттерге звондап қойшы. Не болып жатыр екен, а? Ой, Әлия, несін уайымдайсың? Мен білем ғой Сапарды. Әшейін сөйлесіп қайтады ол. Төбелеске дейін бармайды, уайымдама. Ох, Грижан бар еді ғой. Ох, Грижан, ты не екен ғой, андиба қодай. Сапар, қойшы, Сапар бұл. Вертушка тебе кірген екен, мой. Шакал тетіп кетті да просто. Плотно шакал тетіп кетті. Қойшы болды, Сапар. Ё-моё. Алло, қиқу. Я Жаркенттің жігіттерін тартшы. Үлкен әңгіме болайын деп тұр едім. Ой, давай. Сапар, қойшы болды өтініш. Талдықтағаларға зындайым болмаса? Айтты ғой төбелеспей ақ қойыңдаршы деп. Ал не болды? Жүрші больницаға барайық. Кешірші мен. Керек кезде. Қасымда бола алмағаным үшін кешір. Айдоха, кастет бар ма сенде, кастет? Болмаса талдықтың жігіттерін тартайын ба? Сапар деймін, қойшы болды өтініш.
Обидно да просто, я шакал жетті ғой. Кән көріш бе? Тартшы қолыңды. Ойла, мен не істедім? Қалай не істедім мен? Сен анау Макспен, учу-чу, приятно познакомиться деп. Катя, ты же меня позоришь. Максқа мен не қатысым бар, ол Әлияның класстасы ғой? Өзінің класстасыңшы. Жалаңаштағы Бауыржан, кір, чайыш, деп. Неприятно же, Катя. Ондай ренішің болса сол кезде айтпайсың ба, түстен кейін маңырамай маған. Егер мен дәл сол жерде айтсам ше, мамаң екеуің шакал тетіп кететіндері өздерінің территорияларында. Сосын мамаңдікі вообще дұрыс емес. Зачем оның бәрі? Таможня деп, шопырне профессия емес па, а? Сен мына жерде таяқ жеп алып, бар ашуың менен алайын дедің ба? А вообще мен мамам саған не жамандық істеп қойды, а? Шешең де, сен де бір қазаннансыңдар, түсіндің ба? Екінші мен жалаңашқа бармайын. Сен сонда жалаңашқа бармайым деп мен қорқытып тұрсың ба мына жерде? Қазма екеуін барып ажырастырамыз ғой, Сосын Алматыға жеткеннен кейін екеуіміз ажырасамыз. Нежданчик па? Солай ма? Солай. Жылама, балам. Мен саған ай сайын кеп тұрам. Енді мен тыңда сүмелек. Ажырасасың ба? Басқа қыласың ба? Өзің біл, түсіндің ба? Вообще сен өзіңді тәуекел мүсліммін деп ойлайсың ғой дейм, Білгеніңді істе, сволочь. Жүр, балам. Кетсең, кет, пожалуйста, кет. Жалағаш, мына аяқта. Мә. Балам, әкеңе көрсетуге болмайды, жүр. Катя, тоқташ. Сапар, сен басың жасай ма? Адам осы нәрсеге бұл ажыраса ма? Жүр сөйлесеміз. Бармай ме? Жүр дейм сөйлесеміз. Бармайын дедім ғой, бармайын. Басың сый ма? Жүр. Қойшы, родной. Айттым ғой бармайым деп, бармайым. Бармасаң қал онда. Қалам. Катя, тоқташ. Не істейсің дәрежесіне түсіп? Жоқ, естімей тұрсың ба? Ажырасамыз деп тұр ғой маған. Енді балаларын шошыттыңдар ғой. Араласпай қойшы, Әлия. Катя, өтініш сен ақылдырақ болшы. Еркек басымен ажырасамыз деп тұр ғой маған. Енді ол жынданып айтып тұр ғой саған. Жынданса өзіне жындансын. Айдосик, шақырдың ба мені? Все, хватит. Успокойтесь, а? Орысша сөйлемей, қазақша айта берші. Жарайды. Мен сендерге енді шын жүректен айтам. Сендер бар ғой, менің өмірімде көрген ең не нормальный отбасысыңдар. Қазір бәрін түсіндіріп берем. Сендер бір-біріңмен қырылысасыңдар жүресіңдер. Біреуің ұрысқақсыңдар, біреуің ренжігішсіңдер, біреуің қырсықсыңдар. Әсіресе сен, Сапар, ренжімеңдер. Бірақ сендер осымен нағыз отбасысыңдар. Басқалар сияқты идеальный отбасының рөлін ойнамайсыңдар. Сендер шынайсыңдар. Как она есть, да? Біреудің ойына, біреудің мнениесіне, біреудің сөзіне бәрібір, пофиг та сендерге. Сапар, сенің енең қарсы болса да, сендер біргесіңдер. Айдосик, енем қарсы емес, мамашка мен жақсы көреді. Біздің мама деген қарсы болмаған айналайын ешқашанда. Қарсы ғой, біз көріп жүрміз ғой. Бірақ олар сендердің араларындағы махаббатты, қарым-қатынасты көрді де, бәріне көнді. Сендер бар ғой, көп нәрсені түсінбейсіңдер. Бірақ ең маңызды нәрсені ұқтыңдар. Ал біз ше, көп нәрсені түсіндік, бірақ ең маңызды нәрсені ұққан жоқпыз. Айдоха, басыңа плотно удар тиді ғой дейме? Ой, қойшы, Альберт Сапарович, кеттік. Жүріңдер. Базар еще не окончен. Бұл айттым ғой, адам болмайды бұл. Қолын қатты сырып алыпсың ғой, Просто жаңа ұрғанда тайып кетті да. Әйтпесе мынау жеріндегі точкасына тисе, сразу спать болатын еді. Точкасы қай жер ол? Мынау жерде точкасы. 8 килограмм жеткілікті ғой, адамды ұйықтату үшін. Просто Айдосиктің бойы қортықта, сосын ұтылып қалдық. Айдостың бойы қортық болмағанда таяқ жемейтін едіңдер, Айыратын едік қой. Алюша,
күйеуің кішкене лох екен. Енді не үшін ажырасып жатқандарыңызды сұрамай-ақ қояйын. Так, жақсы. Қолдарыңызды қойыңыздар. Шықтың. Не қылдыңдар? Родной, ажырастық деп айтпашы. Ажырастық. Ой, әлеме саған айттық қой, ең болмаса сен айтпайсың. Қуасыңдар ма? Ақыл керек, ақыл. Сендерге уақыт керек еді. Уақыт болса бәрі демдейтін еді. Сендер мынау дұрыс емес болды. Ата-аналар тыңдау керек деді сендерге. Ата-аналар тыңдасаңдар, ол мәселе по-любому басқа нәрсе айтатын еді. Жоқ, тыңдаңдаршы өтініш. Иә, біз ажырастық. Бірақ өміріміздегі ескі парақшаларды жұлып тастап, бәрін басынан бастаймыз деп шештік. Қайтадан той, ой, ақша, оны бәрі, родной сен, вообще басын Родной, зато тойға барасың. Бармайым мен тойларға. Бірақ келесі жол ажырасам десеңдер, Алматыда ажырасыңдар. Сендер басқа ешкімге апармай түсіңдер ма ажырасың? Не күресіңдер, не күресіңдер? Серьезно айтып жатырмын. Вот жетеді. Как көрейікші, жаным. Сасық десе. Родной, тура өзің көпек екені. Особенно бойы хватит. Ой, кірейік. Я жүріңдер. Родной. Қалай бұлай өзің? По-любому өзің балаң емес, асырап алдық дегендей, енді ощущение қалай? Жоға, өзім балам. Айтуға красавчики, уважуха. Бұндай қадамға бару үшін нағыз ерлік керек. Еркексің сен. Красавчик. Жүр. Айдос, атың кім деп қойдыңдар? Атын әжесі қойды ғой. Бауыржан деп. Жүр. Ана, именно Бауыржан деп қойған қарсай неше түрлі аттар бар ғой. Альберт бар, Сапар бар, жоқ. Именно Бауыржан деп. Анау баласының атын Бауыржан деп қойды де. Ана. Не дейді? Баласының атын Бауыржан деп қойды дейм, Сонда мен жаққа түкіргендер болып тұр олар деген, Катя. Катя, не күресің? Успокойся, Катя. Өзің успокойся. Давай бүйтеміз. Осыдан кейін баламыз болады ғой, соның атын бізде Мақсат деп қоямыз. Қалдыңдар ма? Сол кезде бірде-бір болады. Қумашы, Катя. Бірін-бірі іздесе, ал екеуміз алмаймыз да жүздесе. Басқаларда махаббат бар, бағыт бар, бір-біріне уақыт бар, ал біздеше. Қашық жандар бірін-бірі іздесе, ал екеуміз алмаймыз да жүздесе. Басқаларда махаббат бар, бағыт бар, бір-біріне уақыт бар, ал біздеше.